Омар ибн әл-Хаттаб, Алла ол кісіден разы болсын, бір күні ол Харам мешітіне барады. Сол жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Қағбаның алдында намаз оқып тұрған. Омар оған шабуыл жасауға дәл қазір ең тиімді уақыт деп ойлайды. Ол жалғыз, айналасында ешқандай куәгер жоқ деп ойлайды. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам артынан білікпей жақындайды. Бірақ кенеттен оның Құран оқуының әдемілігінен таң қалып, оны тыңдай бастайды. Омар жасырынып тұрады. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оның бар екенін білмеді. Бұл оқиғаны Омар былай деп баяндайды: мен оның артында тұрдым. Ол Хаққа сүресін оқи бастады. Оның әуезділігі мен құрылымына таң қалдым. Ішімнен Алламен ант етемін, бұл ақынның сөзі деп ойладым. Сол сәтте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл ақынның сөзі емес, сендер аз сенесіңдер деп аятты оқыды. Омар онда бұл көріпкелдің сөзі шығар деп ойладым дейді. Келесі аятта бұл көріпкелдің сөзі де емес, сендер аз ғана ғибрат аласыңдар деген аяттарды оқиды. Онда Омар онда бұл қайдан келді деп ойлайды. Келесі аятта бұл әлемдердің Раббысынан түскен уахи делінеді. Омар сонда мүмкін оны бұл өз ойынан шығарған шығар деп ойлайды. Сонда егер ол бізге қатысты кейбір сөздерді ойдан шығарса, біз оны оң қолынан ұстап, кейін оның күретамын кесерек деген аяттарды оқиды. Омар сол сәтте ислам алғаш рет жүрегіне кірді деген. Содан Омар радиаллаху анху пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам зиян келтірместен қайтқан.